Құрметті көрермен, бүгін біз сіздерге Ибн Халдунның Мұқаддима кітабынан таныстыруды жалғастырамыз. Баршаларымызға белгілі. Алдыңғы сабақтарымызда қоғамдағы биліктің қызметі, өзге философтар айтқан тұжырымдар, оның ішінде Әл-Фараби мен Ибн Сина айтқан тұжырымдар туралы тоқталған болатынбыз. Тұжырымдар арасында жалпы пайғамбарлыққа мұқтаждық, ақылға мұқтаждық, дүниелік істер туралы тоқталған болатынбыз. Олай болатын болса, бүгін бізде 17-ші видео сабақ, екінші мұқаддима, өркениеттер пайда болған жерлер, мұхиттар, өзендер мен климаттар жайлы мәліметтер деп аталады. Автор айтады, алам, яғни біл, есіңде сақта дейді, маңызды нәрсе айтқалы жатыр. Дүниенің жағдайы жайлы пікір жүгірткен, ой жүгірткен хакимдер, мұндағы хаким деп жатқандар философтар, алдыңғы философ. Жерді куроуи, яғни шар тәріздес. Куро деген өзі доп деген мағына береді, яғни куроуи деген шар тәріздес. Ал оның көп бөлігі су екенін және құрлықтарды сумен қоршап тұрғандығын айтқан дейді. Сосын автор айтады, Алла Тағала жерде тіршілік иелерін жаратып дейді, басқа тіршілік иелеріне адамды халифа етіп, және адам баласын осы жер бетіне толтыруды қалады дейді. Ал құрлықтарды болса сумен шектеген дейді. Бұдан жер судан төмен екен ғой деген күмән туып қалуы мүмкін дейді. Алайда бұл қате түсінік. Жердің табиғи төмен аймақтары бұл жердің шары, яғни жердің ортасы біршама нәрселерді өзіне тартып тұрады. Осы тарту арқылы барша нәрсені ұстап тұрады дейді. Яғни бұл жерде айтып жатқан автордың, егер жер шар тәрізді болса, оның көп бөлігі су болса, шардың жаңағыдай жоғар жағы, төмен жағы деген сияқты түсініктері бар ғой дейді, көпшілік арасында танылған дейді. Онда төмен жағына су жиналып қалмай ма деген сияқты түсініктер, сондай қате түсініктерді терістеу үшін жер шар тәрізді, оның жаңағы өзіне тарту күші бар, сол арқылы барлық теңгерімді ұстап тұрады дейді. Яғни жердің жоғарғы жағы, төменгі жағы деген түсінік жоқ деген мағынада айтып жатыр. Жердің бір аймағына қарап тұрып, мынау жердің төменгі жағы деп айта алса, бұл жердегі басқа бір аймаққа салыстырмалы түрде айтылған болады. Жерден су ойығы бөлігі жер шарының бетінің жарымына тең. Ол шеңбер секілді болып, қамтып тұрушы теңіз деп аталады дейді. Автор бізге жердің құрлықтары сумен қоршалғандығын түсіндірмекші болады. Құрлықтар түрлі сумен бөлінген, яғни қоршалған. Олардың арасында қамтып тұрушы теңіз деп аталатын. Бұл жерорта теңіз. Жерді қоршап тұрған суларды әртүрлі атайды дейді. Бұл атаулардың арасында Лаблоя, Океанус деген атаулар бар дейді. Бұл атаулар араб тіліне қатысты емес, жалпы ғылымдағы термин сөздер деп айтады. Ғайри араб дейді, араб емес атаулар дейді. Сондай-ақ жасыл теңіз мен қара теңіз деген атаулар бар дейді. Яғни жер шар тәрізді, оның көп бөлігі су, ал сулар болса құрлықты қоршап тұр деген мағынада осындай ақпарат берді. Осы айтылған мәселелерге қысқаша тоқталатын болсақ, бұл жерде бірнеше мәселе айтылды. Біріншісі, европоцентризмнің бірнеше мәселесін терістеді. Бірінші, жер шар тәріздес деген сөз, бұл 17-18 ғасырларда Европада пайда болды деп түсіндірген. Европоцентризм идеясын терістеді. Автор айтады, бұл түсінік ертеден ғылымда бар түсінік дейді. Яғни бұл алдыңғы философтар айтады деп айтып жатыр ғой. Ол бірінші. Екінші, европоцентризмнің түсінігі бойынша 18 ғасырда Ньютон жердің тартылыс күшін анықтады деген түсінік бар. Автор айтады, алдыңғы философтардың айтуы бойынша, бұрынғы ғылым бойынша жердің өзіне тарту күші бар деп айтып жатыр. Енді салыстырмалы түрде айтатын болсақ,
Ибн Халдун өзі 14 ғасырда өмір сүрген, Ньютон 18 ғасырда осы жаңалықты жердің тартылу күшін анықтады деген ақпарат бар. Осы ақпаратты Ибн Халдун бұл ғылымда бұрыннан бар түсінік еді деген мақсатта осы айтып жатыр. Осының тағы бір айта кететін жағдай адамның мүмкіндіктері, яғни жаратушы адамды жер бетіне халифа етіп жаратты. Яғни жердің гүлденуі, шөлдің орманға айналуы, ормандардың көбеюі, жер бетінде игілікті істер жасауы, жер бетін гүлдендіруі барлығы адамға қатысты екендігін айтып өтті. Осы алдыңғы абзаста осы үш мәселе айтылды. Енді ары қарай жалғастыратын болсақ, автор айтады, адамзат өркениет үшін қолайлы жерлер бар дейді. Яғни өркениетке қолайлы жер деген не десе, ол сулы жерлер, яғни судан алыс, сусыз жерлер, олар негізінен өмір үшін қолайсыз жерлер, сондай аймақтар деп аталады дейді. Оңтүстіктегі игерусіз аймақтар солтүстікке қарағанда әлде қайда көп. Яғни оңтүстікте бұл жерде экваторға жақын аймақтарды айтып жатыр. Не үшін игерілмеген аймақтар көп десе, ол жерде су жеткіліксіз. Яғни бұл жерде айтып жатқанда өркениет үшін судың маңызы. Бұл суды не үшін айтты десе, теңіз жағаларында үлкен қалалар болады, өзендердің жағаларында тіршілік болады, яғни судың маңызы туралы айтады. Содан кейін автор тағы бір ерекше ақпарат айтады бізге. Жердің оңтүстігі, жердің солтүстігі деп айтып жатқан себебі, автор айтады, жердің ұзартылған бөлігі солтүстікке қарай жайғасқан болып, ол оңтүстікте экваторға дейін, солтүстікте болса таулармен белгіленген бір шеңберде шығысқа қарап созылып жатыр дейді. Таулар жердің тіршілігі үшін қолайлы бөлігін су жағынан бөліп тұрады. Олардың ортасында Яжуж-Мажуж кедергісі бар. Олардың ортасында таулар шығыс таманға таратылған болып, шығыста батыс таманға қарай жерлерді екі тарапқа қоршап алған, және жерді және батыс және шығыс тарапынан қоршап тұрған сулармен шектеседі. Судан бос жердің жалпы бөлімі жер бетінің жартысынан немесе одан да аз бөлігін қамтиды. Оның игерілген бөлігі болса, бұл аумақтан 1/4 бөлігін қамтиды. Бұл бөлігі болса, келесідей 7 климатқа бөлінеді дейді. Жердің бетін бірнеше климатқа бөліп көрсетпекші, өйткені бұл ыстық, суық, экватордан бастайды. Сондықтан автор бірден экватордан айтады. Экватор, яғни жердің ортасындағы сызық, жер шарының батыстан шығысқа дейін 2-ге бөледі және жердің ұзындығын белгілеп береді дейді. Теңдеулік сызықтар ең ұзын сызықтар болып саналады. Экваторда жер шарының ең ұзын сызығы саналады. Ал эллиптика сызықтары, жалпы экваторға параллель сызықтар, бұлар негізінен 360 градусқа бөлінеді. Жердің шар тәріздес болуына байланысты. Географиялық дәрежесі болса 25 фарсаққа тең дейді. Бір фарсақ 12.000 зираққа немесе 3 мильге тең, ал 1 миль болса дейді 4.000 зираққа сай келеді. Бір зирақ 24 бармақ, бір бармақ болса қатар етіп қойған 6 дана арпаның дәніне тең дейді. Жер экваторға параллель болған және аспан күмбезінен 2-ге ажырататын теңдеулік сызығын 2 оңнан 90 градустық ұзақтыққа жайғасқан дейді. Яғни экватор жерді күмбез сияқты дәл ортасынан жерді 2-ге бөледі. Солтүстік бөлігі, оңтүстік бөлігі деп. Сол туралы бізге айтып жатыр. Алайда экватордан солтүстік өмір үшін қолайлы аймақта тек 64 градусты құрайды. Қалған бөліктері ащы немесе қатты сұйық аймақтарға қараусыз әрі өмір үшін қолайсыз саналады. Тура оңтүстік бөлігі шектен
тыс ыстық болу себепті оңтүстік бөлігінде бос саналады, яғни адамдардың өмір сүруіне қолайсыз дейді. Иншалла біз бұлардың барлығын түсіндіріп береміз дейді. Осы жерде автор жердің градустық өлшемдеріне, яғни 64 градусқа дейін өмір сүру қолайлы, ары қарай енді солтүстік аймақ қой, солтүстік мұхит жақтарын аймақтары өмір сүру үшін қолайсыз болады, ал оңтүстікте болса күн ыстық болу үшін қолайсыз болады деп айтып жатыр. Осы жерге дейін тағы бір тоқталатын болсақ, автор экватор сызығы туралы түсінік әуелден бар екендігін айтады, және жердің өлшемі, экватордың ұзындығы туралы оның қаншалықты екенін айтты, және оңтүстік бөлік, солтүстік бөлік деген қазіргі бізде география ғылымында бұл салалар осы 18-19 ғасырда пайда болды деп түсіндіріліп жатқан ақпараттардың көпшілігін осы жерде автор жоққа шығарды. Автор өзі 14 ғасырда өмір сүрген, және бұл өзі Птоломейдің еңбектерінде келген, Ибн Роджердің кітаптарында келген деген ақпараттарды осылайша жеткізіп жатыр. Біз келесі сабақта өмір сүру үшін қолайлы аймақтардың тағы да шекаралары туралы тоқталамыз.